Ассалаумағалейкум көз қарақты көрермен, эфирде Апта Ньюс, студияда Қаржау Дәулет. Кеңес әскерлерінің ауған жерінен шығарылғанына 35 жыл толуына орай өшпес ерлікке мәңгі тағзым атты кездесу кеші өтті. Шараға Шу ауданының ауған соғысының ардагерлер одағы президенті Шынарбек Пыралқы Сәтбайұлы қатысты. Шара басында соғыста қаза тапқан жауынгер батыр ағаларымызға 1 минуттық үнсіздік жарияланып, оқушыларға ауған соғысы туралы бейнебаян көрсетілді. 12 ақпан күні Жамбыл облысы әкімдігі білім басқармасының оқу-әдістемелік орталығы ұйымдастыруымен республикалық дарынды балаларға талантты ұстаз байқауының облыстық кезеңі өтті. Байқау барысында қатысушылар педагогикалық дебют және менің педагогикалық инновациям тақырыбында тет форматта педагогикалық идеяларын қорғады. Қатысушылардың жұмыстары ережеге сәйкес жүргізіліп, комиссия мүшелерінің шешімімен мектебіміздің қазақ тілі мен әдебиет пәні мұғалімі Дәулеталы Ермахан Несіпханұлы 2-ші дәреже дипломмен марапатталып, республикалық кезеңге жолдама алды. Ұлттың ұлы тұлғаларын насихаттау мақсатында дәстүрлі өтетін аудандық Мәшһүр Жүсіп оқулар байқауында оқушыларымыз ақындық бағыты бойынша Дүйсеке Еркебұлан 2-ші орын, эссе жазу бағыты бойынша Атабек Тариға 2-ші орын, ғылыми бағыт бойынша Қаржау Көсер 1-ші орын иеленіп, облыстық кезеңге жолдама алды. Апта көлемінде келіп жеткен жаңалықтар лебі осындай болды. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.